Ассалаумағалейкум, эфирде Қазақстан жаңалықтары, студияда Талғат Дүйсенбек, мамырдың 12-сі бейсенбінің басты оқиғаларымен таныс болыңыздар. Батыс өңірде мұнайшылар наразылығы өрши түсті. Ерсай жұмысшылар ереуілдеп жатса, Қаражанбас компаниясының мұнайшылары аштық жариялады. Парламент депутатымен кездесуге барған қарағандылық кеншілерді қуып шықты. Мұхтар Тінікеев ақыры келген жоқ. В офисе. Ну, она уже сколько? Полчаса стоит здесь. Интервью дает. Да не беспокойтесь, Да, я ничего, Валентина. да. Знаете, ничего не говорю. Вы, получается, собрали Давайте Діни алауызды Қазақстандағы діни ағымдар арасындағы ақпараттық тартыс күшейді. Сарапшылар мұны ықпал топтары текетіресіне балайды. Маңғыстау облысында мұнайшылар толқуы тоқтамай тұр. Кешеден бері Ерсай серіктестігінің 700-ге жуық жұмысшылары ереуілдесе, бүгін Қаражанбас мұнай кәсіпорнының 10-нан астам адамы аштық жариялағаны мәлім болды. Бірінен бірі қашықта орналасқан кәсіпорындардың жұмысшыларының қарсылық түрі өзгеше болғанымен талаптары ортақ. Әсел Керімбай тарқатады. Қазмұнайгаз бен Қытайдың Цити компаниясына қарасты Қаражанбас мұнай кәсіпорнының жұмысшылары компания кеңсесінің алдында аштық жариялауда. Олар басшыларының жұмыстан кетуін, ұжымдық келісімшарт ережелерін өзгертуді талап етіп отыр. Кәсіподақ жұмысына кедергі жасап отқан Сахип Әли Өтепұлы мен Сабыр Құсайынұлы дейтін біреу вице-президент әкімшілік және кадр мәселелері жөнінен, біреу өндірісте менеджер, бас менеджер. Сол екеуі жұмыстан кетсін деп жатыр. Ортасына әткісіп, осындай шиеленісті жүрген халықты Еспаев Сұлтанғали мен Соколова Наталья Геннадьевна дейтін бар, бұрынғы кәсіподақтың заңгері. Сол екеуін осы жерден жұмыстан аластату, ұжымдық шартқа, жұмысшылардың арасынан ұсынылған ұжымдық шартқа өзгертулермен толықтырулар толығымен қабылдансын. Аштық жариялағандардың айтуынша, кәсіпорын басшылығы ұжымдық келісімшартты жұмысшылардың қатысуынсыз өздеріне тиімді етіп әзірлеген. Кеше ғана дәл осындай мәселені шешуді Маңғыстау облысының Құрық ауылындағы кеніштің жұмысшылары да талап еткен еді. Мұнай өндіретін Қазақ-Итальян бірлескен компаниясының жүздеген жұмысшылары да ереуілдерін жалғастыруда. Сол келісімшарт ешқандай пайда аспайды, сөзбен айтқанда. Ішінде келісімшарт жұмыс берушінің пайдасына не қылған, солай шығарылғанда, ішінде жұмысшыға ешқандай тиімді или пайдалы ештеңе жоқ ол жерде. Еңбек кодексін көшіріп алған, ішінде соцпакет жоқ, ешқандай выплаты дополнительный жоқ, по особым вредным работам ешқандай выплаты жоқ, ешқандай гарантия жоқ. Ерсай Каспиан контрактинг жұмысшыларын кешелі бері полиция қызметкерлері қорқытып үркітіп жатқан көрінеді. Домино принципімен басталған батыстағы наразылықтағы талап ұқсас. Мұнайшылар жалақыны өсіруді, еңбек ақыны шетелдік жұмысшылармен тең етуді, еңбек шартын өзгертуді және тәуелсіз кәсіпорын жұмысына кедергі келтірмеуді талап етіп отыр. Бірақ әзірге қос кәсіпорын жұмысшыларының да талаптары ескерусіз қалып отыр. Әзірге Ерсай Каспиан контрактинг басшылығы ереуілге шыққан жұмысшыларын сотқа беретіндерін мәлімдеді. Ал еңбек конфедерациясының өкілдері соңғы кезде толассыз ереуілдерді әлеуметтік қорғау жүйесінің жоқтығымен байланыстыруда. Мұнайшылардың болсын, өзге жұмысшылардың болсын, толассыз наразылықтары жалпы еңбек етушілерді әлеуметтік қорғау жүйесінің дағдарысын көрсетеді. Жұмыс беруші үшін жұмысшы мүддесін қорғайтын кәсіподақ түкке қажет емес. Ал Қазақстанда жұмыс берушіден тәуелсіз кәсіподақ жоқ. Мәселе шешілу үшін түбегейлі өзгеріс. Жұмыс орнынан сырт дербес кәсіпорын керек. Свое положение с другими людьми. Мәшкеновтың айтуынша, Қазақстандағы мұнай компанияларында қарапайым жұмысшы мен басшылықтың айлығында үлкен алшақтық бар. Бұл мәселе жұмысшыларды ашындыра түседі дейді. Ал аштық жариялаған Қаражанбас мұнайдың басшылығы жұмысшылар талабын орындаудан бас тартқан. Жергілікті полиция олардан тарауды талап етуде. Әсел Керімбай, Талғат Өмірбеков, Қазақстан. Бұл уақытта тағы бір мұнайлылымақ Атырау облысындағы Дассор ауылының тұрғындары кенттегі күкірт зауытын жабуды талап етіп келеді. Бұған дейін халық стратегиялық маңызды темір жолды 2,5 сағатқа тоқтатқан болса, бүгін олардың өкілдері билікке талап қойып Астанаға жетті. Досорлықтардың тілектерін тілшіміз Жернай Шағатайда тыңдап қайтқан еді. Атырау облысы Мақат ауданына қарасты Дассор кентінің тұрғындары елдегі экологиялық ахуалды билікке жеткізу үшін Астанаға келді. Жергілікті халық Дассор прессинг компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі күкірт өңдеу зауытын жабуды талап етіп отыр. Күкірттен бөлінетін улы газдардың салдарынан жергілікті тұрғындардың денсаулығы нашарлаған. Но денсаулыққа тікелей байланысы бар.
Соның үшін жаңа баяда көшірген адамдар теңгездің қасында Сарығамыз, Қаратон, Генерал деген жердер, сол кісілердің көбі ауру. Оларды көшірді, тастап кетті. Мысалы, ешкім ондай жауап бермейді. Доссор кентінің 500-ге жуық тұрғыны ауылға 16 болған күкірттің келуіне наразы болған еді. Адамдар айналаны улап жатқан кәсіпорын жұмысын тоқтатуды сұрап, бірнеше рет өтініште жазған. Жауап болмағасын Маңғыстауға қатынайтын жолаушылар пойызы мен жүк пойызын өткізбей қойған. Бұл уақиғаға қатысты тексеру жұмыстары басталған. Мақат ауданының әкімі Қалымғали Қайненовтың айтуынша, қазір күкірт зауытында аудандық прокуратура жұмыс істеуде. Канадалық компания өз жұмысын тоқтатыпты. Цех өз жұмысын тоқтатты. Қазір кешенің жабылатындығы немесе оны өзге салада қолданылуы талқыланып жатыр. Ал газ құбырларын тексеріп жатырмыз. Батыстағы экологиялық қарсылық мұнымен толастамайды. Ел бірлігі қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қанат Жұманның айтуынша, халық Батыс Ескене Интергаз Орталық Азия газ құбырының салуына да қарсы. Қанат Жұман газ құбырын салу кезінде заң талаптары бұзылған. Жұмыс мемлекеттік органдардың келісімінсіз жүргізген дейді. Ешқандай согласованиясыз салынғаннан кейін, оның зияны қандай екенін ешкім білмейді. Өте жақын орналасқан. Сондықтан біз бірінші рет пресс-конференцияда обращение жасағанбыз президентке де, тағы да басшыларға тексерсін, осы қандай не ешқандай бізге жауап келген жоқ. Жергілікті экологтар мен Доссор елді мекенінің тұрғындары Батыс Ескене Интергаз Орталық Азия газ құбырының құрылысын тоқтатуды талап етуде. Экологиялық қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін құбыр басқа жерден өтуі керек дейді. Енді олар талаптарына ресми жауапты күтеді. Жерне Ашағатай, Самат Орынбаев, Қазақстан, Астана қаласынан. Елдің батысындағы мұнайлы өңір осылайша ереуілдеп жатқанда, елдің орталығындағы қарағандылық кеншілердің көптен күткен кездесуі бүгін болмай қалды. Олар өз талаптарын алдын ала белгілеп жиналғанымен, арнайы шақыртқан мәжіліс депутаты Мұхтар Тінікеев кездесуге келген жоқ. Қарағандыдағы мәдениет үйінің алдына жиналған жұртты жергілікті әкімшілік қызметкерлері ақыры қуып шықты. В офисе. Она уже сколько? Полчаса стоит здесь. Да не беспокойтесь, да я ничего такого, да. Знаете, ничего не говорю. Вы, получается, собрали здесь людей? Давайте туда. Кеншілер Тінікеевтің бұл әрекетінен наразы, енді олар кеншілер проблемасын ешкім тыңдағысы келмейді деген пікірде қалды. Қарағандылықтар өндірісте жараланған жұмысшыларға сақтандыру төлемақысының қиыншылығын, шахталарда құрал жабдықтан тозғанын, өндіріс орындарында жұмыс күші жетпейтінін, ал жоспар көп екенін айтып келген екен. Жоспар орындалған күннің өзінде жалақы соған сай есептелмейді дейді кеншілер. Бұған қоса, аймақтағы ең ірі ArcelorMittal Теміртау компаниясы өндірісте қаза болғандар мен жарақат алғандардың нақты санын жасырып отыр деп есептейді. Кездесуді ұйымдастырмақ болған шахтерлер отбасы қоғамдық бірлестігінің төрайымы Наталья Тамилова бүгінгі жағдайға қарамастан әлде депутатпен кездесуге үміт артып отыр, бүгінгі әрекетін түсіндіріп келсін дейді. Почему так сделали? Но это уже пусть Тінікеев ответит в письме. Өзінің келмей қалған жөнде Тінікеевтен қағаз жүзінде түсініктеме беруін талап етеміз. Бұл енді арыжданның ісі, мен оны айтқан сөзін орындамайтын адам деп ойламаймын. Ұят болса бізбен кездессін. Не настолько непорядочный человек, чтобы не ответить за свои слова. Сіздер Қазақстан жаңалықтарын көріп отырсыздар. Оңтүстік Қазақстан облысында Қырым-қанды безгегінің бір науқас қайтыс болды. Бұл аймақта биыл осы қатерлі кеселден көз жұмған алғашқы тұрғын. Жергілікті денсаулық сақтау департаментінің басшылығы бар кінәні марқұмның өзіне артып отыр. Созақ ауданының тұрғын қой қырғу кезінде кене шағып алған көрінеді. Өткен жылы осы өңірде кеселді жәндіктен айықпас дертке шалдыққан 8 адам көз жұмған болатын. Дәрігерлер мамырдың 8-інде ауруханаға түскен науқасқа ем-дом жасап, үйіне қайтарып жіберген екен. Ертеңіне ауруханаға келген Созақ ауданы Сызған ауылының тұрғыны араға 2 күн салып көз жұмған. Оның өмірін аман алып қала алмаған дәрігерлер ақпаратты жасырып қана қоймай, енді науқастың өзіне бар кінәні артып отыр. Науқастың денесінен қан ақпағанын айтқан дәрігерлер өздерін көріп келемеспіз деп ақталды. Дәрігер ол көріп келемес қой. Болмаса құмалықпен ашпайды, кешіріңіздер, енді сонда сравнение жаңа салыстырмалы түрде айтып отқаным да. Енді ол айтпаса, оның ішінде жатқан кім біледі, адам аласы ішінде иттің аласы сыртында дейді ғой, оны ешкім көріп келемес қой жерде.
Егерде ол сол күні айтса, мен малқынға қатыстым, осы балды қырқып атқан кезде сол малдың жағы жүннің арасында терісінде кенелер болғандықтан қолыммен езгемін деп сол күні айтса, ол күні міндетті түрде жаңа настороженность болады, күдіктілік. Бұл уақытта Шығыс Қазақстанның Бақы ауылдық округінде ірі қара мал өсіруге шектеулер қойылды. Оған бруцеллездің өршуі себеп болған. Ресми ақпаратқа сай, наурыздың басынан бастап 235 малда осы кесел анықталған. Ал ірі қара иелері өз малдарының сау екендігін айтып, мұндай тиым жергілікті ет комбинаттарын етпен қамту үшін әдейі бұрмаланған деген болжам жасайды. Мәселенің мән-жайын Инга Иманбай анықтап білген еді. Шығыста бруцеллез ауруы өршіп тұр. Бақы ауылдық округінің 3-1 ауылынан ет, сүт өнімдерін шығаруға, ірі қара малды жаюға тыйым салынған. Жергілікті билік шешімімен ауру малдар ет комбинатына тапсырылды. Өңдеу кезінде инфекция өледі екен. Шаруа Валентина Пивнева дәрігерлік сараптаманың жалған екенін айтады. Жергілікті билік ет комбинатының мүддесін қорғап отыр деп болжайды. Себебі олар ауру малды $200 алып жатыр. Ал базарда олардың құны 5 есе қымбат. Поехали разбираться в Семипалатинск, где это... Қанды тапсырған жер Семейге бардық. Қан бір айдай бір жерде жатқан. Тек бір ай өткеннен кейін малды ауру деген қорытындыға келген. Результаты, что ваша скотина больная. Бруцеллез талшықтарынан арылу үшін термиялық өңдеу қажет. Тек сол өңдеуден кейін ет жеуге қауіпсіз болады. Бірақ мұндай жағдайда шаруалар әр мал басынан $800 ұтылады. Биліктегілер болса, шаруа қожалықтары жағдайды әдейі ушықтыруда деген пікірде. Все наши действия направлены для благосостояния народа того же. Біздің барлық ісіміз сол халықтың жағдайын жақсартуға бағытталған. Біз олардың денсаулығын ойлап отырмыз. Ауру малдың аты ауру мал. Бізде барлық анализдер бар. Оған күмән келтірсе, сотқа берсін. В результатах этого анализа мы всегда говорим: подавайте на суд и опровергайте. Өз малдарын қасаптан сот арқылы сақтап қалуға ұмтылған шаруалар жоқ. Соттың әурешілігінен жүрексінеді. Дәрігерлер бруцеллезге қарсы дәрінің жоқтығын айтады. Тек жүйелі түрде тексеру, ірі қараны сою, ауру ошағын жою, басқа күрес амал жоқ. Осыдан 20 жыл бұрын бруцеллездің өршуіне қарсы барлық ірі қара малға вакцина егілген еді. Қазір ШХО-да мал дәрігерлерінде ондай вакцина жоқ. Жергілікті өндіріс дәрі шығаруды игере алмады. Ал шетелден алуға қалта көтермейді. Дегенмен жергілікті билік 2 жыл ішінде бұл індетпен күрестің оң нәтижелерін көреріне сенімді. Инга Иманбай, Игорь Петров, Евгений Сазин, Семей, Қазақстан. Қазақстандағы науқастар дәрі-дәрмекпен толық қамтылмай келеді. Соңғы 5 айдағы тәуелсіз бақылау нәтижесі осыны көрсетіп берді. Дәрі тапшылығы мәселесі 2008 жылдан бері шешілмейді дейді мамандар. Алматы, Қарағанды, Семей, Қызылорда қалаларында сенім телефондар арқылы жүргізілген зерттеулер қазір кезде науқастардың көпшілігін тегін дәріге қол жеткізе алмай отырғанын көрсеткен. Мәселен, 1300 шағымның 1660-ы дәрігерге қатысты болған. Тұрғындар әсіресе дәрі бағасының дәріханаларда әртүрлі болуына шағымданады. Бұған қоса ауыл аймақтағы дәріханалар бағаны өсіріп отыр дейді мамандар. Ал денсаулық сақтау министрлігі азаматтарға тегін дәрі дәрмек үшін тиісті қаражаттың бөлініп жатқанын айтады. Бүгін шенеуніктер қоғамдық ұйымдардың дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге қатысты зерттеулерін тыңдап, мәселені шешуге уәде етті. Үкіметте ақша көп, қаржы бар. Енді өздеріңіз білесіздер, мысалға қаржы екі жақтан, жергілікті мекендерден, сосын республикалық бюджет дейді. Ал енді кейбір дәрілер бізде жергілікті өкілетті органдарда сатып алады, бізде республикалық бюджетте сатып алады. Соның бәрін қазір бір деңгейге көтеріп, осы мемлекет жергілікті жерден көтеріп, жоғарыға республикалық деңгейде соны алу. Конституция бойынша зайырлы халықтың басым бөлігі ислам, қалғанының дені православ дінін ұстанатын Қазақстанда ұлт лидерінің қолдауымен деструктивті діни секталарға қарсы күрес жүріп жатқанда, қоғамның өз ішінде діни ағымдар арасында ақпараттық текетіресі өршіп барады. Оған сопылық ілім өкілдерінің тұтқындалуы түрткі болса, мемлекеттік ресми телеарнада оған қарсы бағытталған арнайы бағдарламалардың көрсетілуі, онсыз да нәзік тақырыпты одан сайын қоздырып, оған жауап ретінде жақында ғана елдегі бірқатар белгілі тұлғалар Назарбаевқа хат жазды. Сарапшылар болса, бұл күрестің астарында ықпалды топтар тұр деп болжайды. Азамат Есперген жалғастырады.
Бір топ ақын жазушылардың Исматулла Әбдіғаппарды қорғауды сұрап, президентке жазған ашық хаты интернет беттеріндегі ақпараттық айқасты одан әрі қыздыра түсті. Бұған дейін хабар телеарнасынан көрсетілген Ақиқат фильмі қоғамда қызу талқыға түскен болатын. Ашық хат соған жауап ретінде жазылған. Қол қойғандардың бірі жазушы Дидахмет Әшімхан қамаудағы Әбдіғаппарға тағылған айыптарды негізсіз деп санайды. Бұларды экстремизм жағынан кінәлау, осындай айыптау, мен айтарым абсурд. Еш уақытта ол жоқ дүние дәлелденбейді. Ол жоқ. Жоқ дүние қайдан дәлелденеді? Жалпы айтар едім, мен бұл ақпараттарға негізінен сенбеймін. Қарсы жүріп жатқан дүние. Сенбейтін себебім, маған осының артында бір үлкен бір күштер тұрған сияқты болып көрінеді. Ел арасында зікіршілер Исматуллашылар деп аталып кеткен сопылық бағыт басшыларына қылмыстық топ құрды деген күдік келтірілген. Өткен күзде ұйым көсемі Исматулла Әбдіғаппар ұсталса, бір айдан соң ағым белсендісі Саят Абырай қамауға алынды. Тергеу аяқталған жоқ. Бірнеше қылмысқа қатысы бар деген күдікпен Нарымбай қажы, Санжар Керімбайларға іздеу жарияланған. Қазақстан тарихында бірінші рет секталардың әрекетіне қатысты арнайы комиссия құрылып, істі полиция, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, тіпті қаржы полициясы бірге тексеріп жатыр. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы сопылар зікірді намаздан жоғары қояды. Бұл ислам қағидасына жатқылық деп таныды. Ислам шариғатына қайшы да сопылық ағымдар пайда бола бастады. Бұған байланысты діни басқарманың 2003 жылы пәтуасы шыққан. Бұл топтың жаңағы былай айтқанда ислам кейбір нелері, кейбір жаңағы әрекеттері исламға қайшы екендігі айтылған пәтуада. Сарапшылар соңғы оқиғаларды сопылар мен уахаптар арасындағы ықпал ету аумағы үшін күресі деп сипаттады. Діни басқарма өкілдерінің бұл шариғатқа қайшы амал дегеннен басқа амалдары жоқ. Абдул-Вахабтың негізінде 18 ғасырларда Осман империясына қарсы негізі бір арабтық ұлтшылдықты алдыға қойып бір дін емес, бір саяси мақсатта құрылған топ. Бірқатар сарапшылар ағымдар арасындағы тартыстың астарында ең алдымен билік үшін таласқан топтардың мүддесі жатыр деп болжайды. Соңғы уақыттары қоғамда құраниттер деп аталатын тағы бір топтың ықпалы күшейгенін айтады. Баспасөз бұлардың жетекшісі ретінде президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусиннің баласына сілтейді. Бұған қоса Нұрсұлтан Назарбаевтың немеренісі Қайрат Сатыбалды елде діни насихаттау жұмыстарын қолдайды. Ал теолог ғалым Алау Әділбеков қазіргі ағымдарды идеологиялық мутацияға ұшыраған деп бағалады. Бұлардың пікірлері біз дәстүрлі ислам түсінігімен Ахлі сүнна уәл жамаат умма деп атаған ижма бүкіл мұсылман ғалымдарының түйісіп ортақ пікірге келген түсінігінен бөлек. Ал мына сопымыз деп жүрген әрекеттерге алып қарайтын болсақ, көп жағдайда сопылықтан бұрын астарында басқа идеологиялық түсініктердің бар екенін байқауға болады. Сарапшылар зайырлы мемлекетте исламдық ағымдар арасындағы алауыздықтың күшеюіне алаңдаулы. Діни экстремизм қазір нақты қатердің біріне айналды дейді. Бірақ оған қарсы күрес әділ жүріп жатқанына күмән келтіреді. Азамат Есберген, Тимур Актюрин, Алматыдан. Оңтүстікте жанармай дағдарысы басталды. Мұнай өңдеу зауыты орналасқан Шымкентте сұранысқа ие бензин маркасының бағасы 8 теңгеге бірақ көтеріліп, литрі 99 теңгеге жетті. Ресейдің жанармай экспортын тоқтатуының әсерінен жағдай алдағы уақытта ушығуы мүмкін дейді сала мамандары. Қара алтын үстінде отырған Қазақстанның жанармайға жарамауын парадоксқа теңеген сарапшылар бұл дағдарыстың басы дейді. Жыл сайын бензин жетпейтін оңтүстікте жаппай жанармай бекеттерінің жабылуы қаупі туды. Қазір 500-ден астам станциялардың жартысында ғана жанармай жеткілікті көлемде. Қажетті 50 мың тонна отынның орнына 30 мыңы ғана таратылып жатыр. Үкімет қаулысымен сұранысқа ие АЕ92 маркалы бензин 99 теңгеден аспау керек. Мамандар жағдайды тек қосымша зауыттар соғылғандана өзгертуге болады деп отыр. Қазірдің өзінде мамандар әр жүргізушіге жанармайды үнемдеп, босқа жарата бермеуге шақырды. Жетіспеушілік болуда, дегенмен оның бәрі біз уақытша, мына Ресеймен бір ашуға шығар деп ойдамыз. Оның бәрі уақытша болады, сонда қазір біз өзіміз үнемдеуіміз керек. Құйба қалмайды, үнемдеп, осына бір жағдайлардан шығуымыз керек. Алып барқан бұл өмірдің заңы, оны ойындауымыз керек. Жүргізушілер боса жүре бермеу керек, енді үнемдеу керек. Экономикалық нарықтық заң ғой, заман ғой.
Шымкенттегі білім саласында тағы бірі дау шықты. Бұл жолы былыққа батқан балабақшаларда ақшамен жұмысқа алынып, қызметкерлері заңсыз босатылады анықталды. Осылай деп шағымын айтқан бұрынғы тәрбиешілер білім саласындағы біраз былғының бетін ашты. Мира Іңкәр тарқатып айтып береді. Қаладағы Шамшырақ балабақшасында қызмет еткен екі тәрбиеші де жұмысқа кіру үшін ақша беріп, араға уақыт өтіп, заңсыз қудалауға ұшырағандарын айтады. Айтуларынша, топтарындағы 4 жасар қыздың құлап қалғанын желеу еткен меңгеруші оларды жұмыстан кетулерін мәжбүр еткен. Бүгін шығарып жібермесем, ертең ол сотқа өтетіндей болса, сотталып кетесіңдер деді. 8 ай бұрын ғана жұмысқа ақша беріп кіргенін айтқан арызданушы прокуратураға шағымданып, мұғалімдердің тәуелсіз кәсіподағынан көмек сұрап келген. Арызында балабақша басшылығының жоқ балалардың тізімін тізіп ақша тауып жатқанын айтқан бұрынғы тәрбиеші. Білім ошағында басқада былықтардың толып жатқанын тізбектеп берген. Сол жерде орын бар дегеннен кейін бардым. Маған барғаннан кейін жаңағы ставкасы $800 деп айтты. Мен соны бердім. Сөйтіп жұмысқа тұрдым. Жұмысқа сентябрьдің 3-нен бастап тұрдым. Содан осы 21 апрельге дейін сол жерде жұмыс істедім. 21 апрель күні мені өз еркімменен деп арыз жаздырып жұмыстан босатты. Ал екінші тәрбиеші тіпті туған балаларын балабақшаға кіргізу үшін білім саласы басшыларына бақандай ақша беруге мәжбүр болған. Онымен қоймай, декреттік демалыстан кейін жұмысқа кіру үшін тағы төлеуіне тура кетті. Мен алып келдім, очерк мен направлениясын. Маған айтты, сенде кровать жоқ деді. Кроватқа стол, шай ішетін столға, отыратын столға ақша төлейсің деді, и 25 мың алды. Мына үлкенге направлениясы бар. Ал мына направлениясы жоқ, очеркті жақындату керек, и бұған 50 мың алды. Екеуіне 75 мың бердім. Двеге точно. Ал мен жұмысқа тұрған кезде менен 20 мың алды. Декреттен барған екен. Балабақшада орын алған жағдайды білім саласы басшылары жоққа шығарып отыр дегенмен, мекеме меңгерушісі сөгіс алған. Олар ақша бердік деген арызданған, алайда ол арызды тексеру барысында ол қалай айтсам екен, дәлелсіз екені анықталып, ол өзінің арызын қайта қайтарып алды. Себебі бұл арыз бойынша оны сол бөлім меңгерушісі сотқа беріп, оны жазалауды ұсынған болатын. Сондықтан ол өзінің арызын қайтарып алды. Шындығына келгенде жұмыстан әрбір босатылған адам жұмыстан кетіп бара жатқанда әйтеуір тырнақтың астынан кіріз деп тұрады. Бұл даудың басы болса керек. Жыл басынан бері өңірдегі білім саласында жемқорлық жасаған 24 қызметкердің үстінен қылмыстық іс қозғалғаны белгілі. Мейрам Іңкәр, Жүнісқанов, Шымкент, Қазақстан. Қазақстандағы оппозицияның басын қосатын ортақ идея жоқ. Астанада ұйымдастырылған форум барысында саясаткер Уәлихан Қайсар осындай мәлімдеме жасады. Оның пікірінше, елдегі оппозициялық саяси партиялар тек ұлттық мәселелерді көтеру арқылы ғана өздерінің саяси позициясын сақтап қала алады. Қазақстанда қаржыландырылып отырған партияларға меніңше онша әзірше адамдардың халықтың көбі сенбейді. Неге десеңіз, өздері сол шет елде жүріп, қалталары толық ақша, семьялары шетке кеткен, өздеріне ешқандай қауіпсіздік жоқ. Тек қана осы жақта халықтың арасындағы жаңағы проблематиканы көтеру мүмкін. Содан да шығар осы біздің оппозицияның деңгейі төмен екендігі. Уәлихан Қайсар Қазақстанның саяси сахнасындағы оппозициялық партиялардың негізгі проблемасы ортақ идеяның төңірегінде топтаспауында деді. Оның айтуынша, Қазақстандағы оппозициялық күштер тек әлеуметтік және демократиялық институттарды дамытуды көздейтін мәселелерді көтерумен ғана шектелгендіктен, олардың саяси салмағы әлсіз. Ал саясаттанушы Мейрам Иманбаев ресми түрде тіркелген 9 партияны да сынға алды. Ол елдегі саяси партиялардың бірде-біреуінің дін, тіл немесе ұлт мәселесіндегі олқылықтарды көтермей отырғанына қынжылыс білдірді. Сарапшының айтуынша, билік партиясы тек экономикалық өрлеу идеясын ұстанғандықтан, қоғам арасындағы саяси салмағы да күн санап төмендеп келеді. Ал ұлттық идея негізінде құрылған партияларды билік басындағылар тіркемейді дейді. Жалпы біздегі саяси партиялар мен мемлекет өзара әрекеттесуінде бір-бірін елемейді десе болады. Жалпы мемлекет бұл жағына келгенде тек саяси науқандар жақындаған кезде ғана саяси партияларға деген
айталық сұранысын білдіре бастайды. Эстрада жұлдыздары қан тапсырудан бас тартты. Бүгін Бауыржан қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен Алматы қаласының бірқатар шенеуніктері мен эстрада жұлдыздары қан тапсыру тиіс болатын, алайда қан тапсыру орталығына шенеуніктер келмеді. Эстрада өкілдерінің бірқатары акцияны қолдағанымен қан тапсырғылар жоқ екендігін айтып ақталды. Қоғамдық қор бастамасы бойынша әншілер мен белгілі тұлғалар тұрғындар арасында донорлықты насихаттау керек еді. Әнші Лида және Аяла тобының мүшелері түрлі себептермен қан тапсыра алмайтын болып шықты. Бірақ ұйымдастырушылардың бірі журналистерден қан тапсырмаған жұлдыздарды қан тапсырды деп көрсетуін өтінді. Біздің қаламыздың әкімін және де біздің қаламыздың депутат маслихаттарын шақырдық, әртүрлі шенеуніктерді шақырдық және де эстрада жұлдыздарын шақырдық. Қан тапсырып, өздерінің қан тапсырғанымен басқаларға үлгі болсын деген ниетпен біз оларды бәрін шақырдық. Әрине де мысалы Алматы қаласының әкімінің аппаратынан звондады, бүгін президентпен кеңес екен, сондықтан әкім келе алмайды деп кешірім сұрады. Басқалар депутат маслихаттары ешқандай кешірім сұраған жоқ. Бүгінгі күннің маңызды оқиғалары туралы тілшілер дайындаған жаңалықтарды көрдіңіз. Бізден ақпарат күтіңіз.